Ассалаумағалейкум, бисмилля деп видеомызды бастайық. Бүгінгі видеода Нұртай деген бір подписчигім осы Total Freezerге видео түсірсеңіз, жалпы бұл фрезерді алуға бола ма деген. Сол кісінің айтуы бойынша видео түсіріп тұрмын. Жалпы фрезер жаман емес, себебі регулировка обороты бар, 2200 Вт мощность, рабочий ходы 60 мм, копировальный втулка тұратын жері 65 мм. Жалпы фрезер алған кезде несіне мән беру керек? Осы штангілеріне мән беру керек. Осы жерде егерде люфт көп болатын болса, онда ондай фрезерде мүлдем алмаңыздар дегім келеді. Кейбір фрезерді осы жерлерінде латунный втулкалар болады. Сондайдан алсаңыздар жақсы, себебі латун көпке дейін желінбейді және де люфті де минимальный болады. Ал қазіргі шығып жатқан фрезерларда осы жерлерінде жаңағындай линейный подшипник болады. Ондаймен алсаңыздар мүлдем люфті болмайды және де сондай фрезерлар жақсы. Енді осы жерде рабочий ходы 70 мм-ліктер де бар, сондықтан 70 мм-ліктен бірақ алғаныңыз дұрыс деп айтқым келеді, себебі есік салатын болсаңыз, замок салатын болсаңыз, мына жердегі рабочий ход көбірек болғаны дұрыс. Одан да жоғарылары бар, бірақ олардың да бағалары қымбатырақ болып кетеді. Енді бұл фрезер 2 в 1 бола алады, себебі мощности 2200 Вт болғандықтан столға да қойып, қолмен де жұмыс істеуге болады. Кез келген үлкен фрезерларды көтере алады. Мына жері 65 мм болғандықтан бұл жерге үлкен фрезалар сыяды. Ал мұнда 56 мм болғандықтан бұл жерге үлкен фрезалар сыймай қалуы мүмкін. Екіншіден мощностьті да тарта алмай қалуы мүмкін. Сондықтан осындай бірақ алғаныңыз дұрыс. Бірақ екі минусы бар. Бір минусы салмақ ауыр болғандықтан көп жұмыс істейтін болсаңыз қолыңызда тез талдырады. Ал мынандай жеңілірек фрезермен жұмыс істеген ыңғайлырақ. Екінші минусы, бұнда плавный пуск жоқ, яғни қосқанда бірден жұлқиды. Ол кішкене щеткаларға кішкене несін зиянын тигізеді, өйткені щеткалар бірден от алғандықтан искрить ететін болады. Сондықтан бұған қолдан плавный пуск салуға болады. Плавный пуск қымбат емес. Енді екі фрезерді қосып, қосылуын көрейік. Мінекей мұнда плавный пуск болғандықтан рывок жоқ. Ал енді мынаны байқайық. Өздеріңіз байқағандай, мұнда плавный пуск болмағандықтан фрезер жұлқиды, сондықтан екі қолмен мықтап ұстау керек болады. Тағы да бір мән беретін жері, осы фрезаны толықтай түсіріп, осылай тексеру керекпіз. Мінекей байқасақ, санка бізде биік тұр табаннан. Бұл жақсы. Ал мұнда керісінше төмен тұр, 1 сантиметрде жетпейді. Фрезаны салған кезде біз 1 сантиметрде ұтыламыз. Жалпы осындай ходы аз фрезерларға арнайы удлинительдер де болады, фрезаны ұзартатын. Сол туралы да сізге ескертіп айта кеткім келеді. Мүмкін сізге осындай жеңіл фрезерлермен жұмыс істегіңіз келсе, жаңағындай удлинительмен де фрезаны ұзартуға болады. Ал негізі жаңағыдай 70 мм-ліктен запаспен алған дұрыс. Негізі фрезерлардың ішінде Makita ұнайды, себебі оның сапасы өте жақсы, бірақ бағасы да сапасына сай. Енді осындай арзан фрезерлермен алып жұмыс істеймін десеңіз, әрине болады. Енді мен барлығын айтып жеткіздім деп ойлаймын. Мүмкін арасында ұмытып кетіп айтылмай қалған жерлер болса, не болмаса өзіңіздің қосымша сұрақтарыңыз болса, қоюыңызға болады. Баршаларыңызға рахмет. Келесі видеоларда жолыққанша аман есен сау болыңыздар.